Дәулетбек Байтұрсынұлы. Шалгөдіден өдіре көшу. Нағаш әжем Несібелінің естелігінен. Есімде қалуынша 1930 жылдар қысып келген ашаршылық халықты қатты састырды. Қолында бар бола тұра кішкентай лақты сойып жеуге дәрмені жетпеді. Тауда аң, орманда құс, суда балық болды. Бірақ солардың бірінде еркін аулатып, елдің кәдеге жаратуына рұқсат бермеді. Халық жан-жаққа ауа көшіп, тоз-тозы шықты. Нарынқолдықтардың біразы Қырғызға, басым көбі Қытайға үдере көшті. Сол қаш-қаш халық жауларын аластау науқанына жалғасып, біреу басы мен малын қорғап көшсе, біреу дүрмекке ілесіп көшті, біреу төніп келген қатерді сезіп көшсе, біреу көлеңкесінен шошып безіп көшті. Үркіншілік толастамай жалғаса берді. Күндіз қарасаң жайбарақат жатқандай болған ауылдар түнімен зым-зия жоғалып, таң ата қаңырап жұрты жатады. Қоңырсыған ошағы, өредегі құрты, өрістегі малы қалады. Тек бұтартар ат көлік, жүгартар, өгіздерді қамдаған адамдар өзгеге пысқырып та қарауға мұршалары келген жоқ. Адам үріксе қиын екен, алдартына өлген тірілгеніне қарамай тартып береді. Сондықтан да ол кез үркіншілік деген атпен тарихта қалды. Жап-жақсы өмір сүріп жатқан елді қызылдар жаналқымға алып, әлек салды. Бірінен бірі асып түсетін не түрлі салықтар салынды. Орындау деген мүмкін емес. Оны жасай алмай сотталғанша жан сақтап босудан басқа шара қалмаған кезге душар болдық. Біздің жаңадан бас қосып отау көтерген кезіміз болатын. Ауылға келін болып түскеніме де аса көп бола қойған жоқ. Ол кезде ауыл-ауыл болып шоғырланып біртұтас отыратын еді. Бар дамыда, жоқ жітігі де аралас, бірін-бірі толықтап өзірі сүйеу болып топтасып өмір сүретін шақ. Баяғы көшпенді өмірдің жұрнағы әлі бар. Үкімет қысқа қарай бір жерге иіріп отырғызса да, жасшыға үйренген әдет бойынша жайлауға қаша көшетін. Біздің ауылда Шалгөденің басында жайлаудың төрін жайлап жатқан. Жайлап жатқанда жырғап жүрген ешкім жоқ. Анауыл көшіп кетіпті, мынауыл көшіп кетіпті деген сөз желде есетін. Оған ілесе пәленшені ұстап әкетіпті, түгеншені атып тастапты, пәленшенің ауылы Қытай шекарасында қырылып қалыпты деген әңгіме гу-гу есетін. Байқаймын, ішім сезіп тұр, біздің ауылға да бір тықыр таянды. Үлкендер жағы шұғыл кеңес құрып, бүгін түннен қалмай қопарыла арғы бет асуға бел буыпты. Ешкім шашау шықпасын, тірі болсақ бір төбеде, өлсек бір шұңқырда боламыз, ауыздарыңа ие болыңдар, кім деген тісінен шығарса тілін суырып аламыз, деген қатулы бұйрықтарда сұп-суық қалпында ызғарын шаша жетті. Ол кездің бір ерекшелігі үлкендердің айтқаны заң, қарсы шығып тәжкелесетін кісі болмайтын. Қырбасына қарауыл қойып, жұрт ат көлігін әзірлеп алып жүруге болатын заттарын сұрыптап, алып жүре алмайтынын қалдыруға бекіп әбігерленіп жатқанда, қарауыл бала қатты жүріспен ауылға жетіп осы жаққа қарай жүрісі 5 ауыт 3 атты кісінің келе жатқанын жеткізді. Ақсақалдар жағынан қатаң бұйрықтар айтылып, ат көлік жүген ноқтасынан сыпырылып өріске жіберілді. Әйелдер шелектерін көтеріп, біреу қой сауып, біреу сиыр сауып жайбарақат күйге ауысты. Осы кезде басым буған кішкене қосымызға екі ақсақал келіп кіріп, келін дәуде болса бұл келе жатқан сенің партырық ағаң Берікбай Есқожаев екені анық. Бар үмітіміз өзіңде қарағым. Бір ауыз сөзден ши шығып, сезік тудырсақ біткен жеріміз сол, әсіресе сен абай бол. Ол келе сенің халіңді сұрап мұнда бас сұғуы мүмкін. Қалайсыңдар, не істеп жатырсыңдар? Ел іші тыныш па дегенде сен бар болғыр. Бүгін түні көшейік деп жатырмыз деп жүрме. Өзің көріп отырсың, жағдай қиын. О жесең руыңмен деген тас түскен жеріне ауыр. Дымыңды шығарма, сөз осы деп кідірмей шыға жөнелді. Арада көп уақыт өткен жоқ, қырдан 3 кісінің бараны көрініп, ауылға жақындап келіп, шеткі қостан бір нәрселерді сұрап, тура бізге тартты. Есік алдынан шығып күтіп тұрғанмын.
Берікбай аға қасында 2 мылтықты қызыл әскері бар қостың қасына келіп, ат басын ірікті. О, Несібелі, амансыңдар ма? Қалдарың жақсы ма? Тыныштық па? Жақсымыз аға, өздеріңіз қалайсыздар? Әзір көрген әзір жоқ. Бандылар құтырып елді бүлдіріп жатыр. Өздеріңе жүрісі күдікті көлденен көк аттылар келіп жүрген жоқ па? Жоқ аға, біздің ел тыныш. Осы кезде қонақтардың кідіріп қалғанын көрген ауыл ақсақалы төргі үйден шығып бізге қарай аяңдады, жақындап келіп: О, құда, ассалаумағалейкум. Бұл балалардың отауын қайтесіз, бері бұрылыңыздар. Деп шылбырына оралып бәйек болып өздеріне шақырды. Жарбиып тұрған жаман қосымызға бір қараған Берікбай аға қасындағы солдаттарына бір нәрселерін айтты да ақсақалға ілесіп үлкен үйге кетті. Санам сан саққа жүгіріп қосқа бір кіріп бір шықтым. Ойпыр-ай, айтсам бекен, айтпасам бекен. Төркінімнен алыстап ағадан айырылып қайда кетпекпін. Осы кеткенімнен бұл елді қайта көру жоқ. Дәл қазір бұл ауыл көшуге қамданып отыр десем, бәрі бітті. Қолдары байланып, малдары айдалып, мен бостандық алып төркінімде қалам. Осы кезде сырттан күйеуім Рахымберді келіп: әй Несібелі, түрің қатты бұзылып алабұртып тұрсың ғой, шыққан қыз шиден сықары дегенді жақсы білесің. Осыдан сыр алдырып бәлені бастасаң, қаншама адамның обалына қалғалы тұрсың. Екі дүниеде сорың қайнайды, есіңді жи деп секіді. Рахымбердінің мына сөздері көңілімді орнықтырып, сабама түсірді. Ағам күдіктенбесін деп қолыма бір шелегімді алып, үлкен үй жаққа беттедім де, қазан ошағына араласып, қонақ күтудің жұмысына қосылып кеттім. Еш нәрсе болмағандай білекті сыбанып, тастап, кіріп шығып жүрмін. Аспанға жұлдыз толғанда қонақтар орындарынан тұрып келесі ауылды көруге аттарына мінді. Жұрт болып: ал құдеке сау саламат болыңыз, жолдарыңыз болсын деп қоштасып аттандырды. Шамасы 2 белден асып шай қайнатым уақыт өткенде ауыл абыр-сабыр қарбалас күйге түсіп, алпарысты да кетті. Өрісте қайырмалап жүрген көліктер әкелініп ертелді. Жүгартар өгіздерге ыңыршықтары салынып, белін арқанмен тартып, апыл-ғұпыл жүк артылды. Жолда ең қажет деген кептірілген ет, тар талқан, көмбе нан, азық-түліктер қаптарға салынды. Текемет пен көрпенің бірен-сараны ер-тоқымсыз көліктердің арқасына жабылды. Үйлер төгілі күйінде, бұзаулар байлаулы, айран ұйытылған қалпында жұртта қалды. Айналасы аз ғана уақытта дүр көтерілген жұрт қырдан асып ілесте ғайып болды. Таң атып кетпей тұрғанда айғай тастан асып, шартастың басын айналып, мақшыға жету керек. Болмаса қарулы күзетке ұшырап, көзге түсіп жүндей түтіліп, жапырылып қаламыз деген көш үдіре тартты. Ашық пен қырқаны баса жүрсе жолға ыңғайлы болар еді. Енді олай істеуге әсте болмайды. Тауға тартып, қарағайдың арасына кіріп жүруден өзге амал жоқ. Көшке ит ілестірілмеді. Аттың пысқырғанынан басқа оғаш дыбыс жоқ. Қатаң ескертудің бірі ескірмеген балалар мен сәбилердің дыбысын шығармау туралы бұйрық. Қайтсеңдер де балалар жылаушы болмасын. Таяу жердегі солдаттардың құлағы шалып қалса, біткен жеріміз сол. Қарағазан қатын баланың қамы үшін аттандық, бір құдайға тәуекел деп, ат көлігіне қамшы басып, шығысқа бет түзеді. Жайлау шекараға тым жақын жерде болғандықтан, жүрістері осы қарқында болса таң атпай шекарадан асып кетуге болады. Әзірге ұлы қаусар оқиға болмады. Ыңғылдай бастаған балаларға аналары аузына емшектерін салып, жандары шығар шықпас күйде қара терге түсіп қысылып, аллалап келеді. Кеше-кеште бұл ауылда бар тұрқтың болғандығынан шығар, арттан қуғыншылар байқалмады. Оның келгенінде бір ғанибет болғандай. Орман ішінің жолы кедір-бұдыр, қарағайдың сидиған бұтақтары біресе бетті тырнап, біресе кеудеден кері итеріп, көп кедергі жасап келеді. Әйтеуір аңға шығып,
тауды кезетін атпал азаматтардың жол білермендігі арқасында көш тоқтаусыз ілгерілеп, екі елдің белгі тасына жақындады. Әнімне қырдағы шеккелініп, өттік-ау дей бергенде, қайдан шыққаны белгісіз, тарс-тұрс етіп атылған мылтық дауысы таутасты жаңғыртты. Ормандағы құстар шошынып, пыр-пыр етіп шабастады. Мінезі шадыр бірлі жарымдаттар тасыр-тұсыр осқырынып тік шапшыды. Әйелдер шула, балалар зар жылап шошынған, қорыққан айғай шатқалды басына көтеріп тастады. Жұрт оқтың даусының қайдан шыққанын бағамдап қарап еді. Бір жақсысы арттан атылып жатыр. Солдаттар іш шолып жүріп, көштің кетіп бара жатқан малдың тезегінен, оны-мұны түсіп қалған заттардан жазбай танып қуып жеткен жері осы. Шекара көз көрім жерде ғана тұр. Жұрт не істерін білмей сасып қалды. Осы кезде ауыл ақсақалының өктем даусы айғай-шуды басып түсіп, көпшілікті сабырға шақырып, елдің есін жиғызды. Жайқау, Жайшыбек, қайдасыңдар? Қаруларыңмен менің қасыма келіп солдаттарды бүгіңдер. Рахым берді, сендер көшті бастап, алдыңғы қырдан асыр. Тез қимылдаңдар. Белден ассаң Қытай жері, бұлар оқ ата алмайды. Бізге қарамай алға ұмтылыңдар, деді өктем үнмен. Көптен сорлып, 3 адам қаруларын серт ұстап аттарынан қарғап түсіп, қарағайға байлай салып, таяп қалған солдаттың алдыңғы легін қарауылға ала басып жіберді. Екпіндеп жетіп қалған алдыңғы екеу оққа ұшып, ома-шома болып, аттан аударылып құлады. Қашқан елден мынадай қарсылық көреміз деп ойламаған солдаттар іркіліп барып тоқтады. Бастықтарының шыңқылдаған бұйрығынан соң қарағайды далдалап, жартастарды паналап, бытырлата оқ жаудыра бастады. Шамасы 30-дан аса қарулы топ тез қимылдап жан-жақтан ентелеп келеді. Оқшантайдағы аз ғана оқтың шипасы бітіп бара жатқан үшеу дәлдеп қана жақындап келгендерін нысанаға алып атысып жатыр. 5 қаруы саймасай топты солдат оқты жаңбырша жаудырып, үшеу жатқан қырды басып қалды. Одан аса жандәрмен қашқындардың соңынан оқ атып көріп еді, олардың соңғы шоғыры қырдан асып, көзден ғайып болды. Бұл кезде жерге жарық түсіп келе жатқан болатын. Атыстың белгісі болып қарағайға байланған 3 ат және қанға малшынған денесі шұрық тесік, үшеудің өлі денесі қалды. Жау тиген көште не береке болсын. Улап-шулап, асып-сасып мойнақтан асып кең алқапқа өттік. Бөтен елге келдік деген аты ғана. Жалғасып жатқан сол бір таудың жүлгесі. Шөбі де, тау мен тасы да бірдей. Қызылдармен атысып артта қалған 3 арыстаннан анық айырылғанымызға көзіміз жетті. Қайта қайырылып жүзін жасыруға дәрмен жоқ. Беттері ашық күйінде қанға батып далада қалды. Анау қызылдар, оларды аяйды дейсің бе? Өздеріне оқ атқан дұшпандарын жарылқамас. Қайтеміз, керек десең дұрыстап жоқтау айтып, аңырап тұрып, жылап алуға да мұрсат жоқ. Отағасыларынан айырылған жесірлерде, әкелерінен қапияда айырылған перзенттері де іште егіліп, қасірет тартып қайғыдан қарсы айырылып қан жұтып түтігіп келеді. Тоқтаусыз ілгеріледік. Бір заманда оң жағымыздан құйғытып шауып келе жатқан қалың аттылардың қарасы көрінді. Олар екпіндерін бәсеңсітпеген күйі көштің алдына шығып тоқтатты. Нобайы кәдімгідей көп, екпіні қатты. Жартысынан астамында шошаңдаған мылтық, тақымдарында ойнақтаған жарауаттар. Енді жуас болмай шарамыз жоқ. Бас иемізден айырылып, еңсеміз түсіп, басымыз салбырап келе жатқанда, мыналар сап етіп жолымызды тосты. Құралдарын кезеніп, түнерген топ қаһарын төгіп қарсымызда тұр. Күніміз енді не болар екен деген біз бейшаралар үнсіз ұйлығысып, бір Құдайға жалынып қарап қалдық. Атқа бір жан бастап, қисайыңқырап отырған бұлар Қытай шекара күзетіне қойған моңғолдар екен. Бастарында жиекті дөңгелек қара қалпақ, үстілерінде қусырма ұзын қара шапан.
сол жақ қолтығының астынан түймелері басталатын киімінің жағасы тар, етегі кең, аяқтарында добалдай бұзау бас етік, көбінің түсі қара сұр. Ол кезде Қытай жаңшеңі басқаратын Гөміндаң деп аталатын биліктің қол астында еді. Ішкі Қытайда әлгі жаңжеші деген патшалары кедейден шыққан қызыл көсем Мао Цзэдунның армиясымен бір соғысса, шығыстан келіп жерін басып алған Жапонның армиясымен қатар соғысып, әбден есі шығып жатқан кез болатын. Бұл жер Қытай жері дегенмен шекара күзетінде Қытай солдаттары жоқ екен. Құлжа жақтан Дудың деген дәу басқаратын көрінеді. Мынау солтүстік жақтағы Үйсін тауының арғы жағында Шапшал, Сүйдіңкүрі деген жерде Сібе деген халық тұрады деп еститінбіз. Олардың да негізгі міндеті шекараны қорғайтын көрінеді. Ауыл ақсақалдары айтып отыратын баяғыда Абылай бастаған қазақ қолынан жеңіліп, тоз-тозы шыққан жоңғарлар жер бетінен толық жойылып кетпепті. Олардан қалған шашырандылар осы Қытайдың тау мен тасына сіңіп, жан сауғалап кеткен екен. Дәл осы біз өткен Моңғол көреден солтүстікке қарай Шапшал, Қорғас, Бұратола өңірінің бәр жерінде моңғолдар мекендейді. Олар малын бағып, сүт әркісін сүттен жасалған арақ ішіп, өлеңдетіп жүрсе де, мойындарында шекара қорғау міндеті бар. Шығыстан жеткен қытайларға бағынып, өздері малын бағып, қожаларының бұйрығын орындап, кең жатқан ұлан қайыр мекенге солар ие болыпты. Оның бәрін кейін білдік қой. Мынау бізді қоршап тұрғандардың бәрінің моңғол болатыны содан. Оу, қашқындар, бізге жауап беретін кім бар? Деді жуан қара қамшысын екі бүктеп едіреңдеп. Мен бармын. Деді арамыздағы ендігі ақсақалымыз алдыға озыңқырап шығып. Онда бұлай, тыңдаңдар. Сендер орысты құртқан қусыңдар. Өңшең байдың құйыршықтары. Дөнелеріңді өкіметке беруге қимай алып қашып келесіңдер ғой. Солай бандылар, ондағы қызыл өкіметке оқ атып келе жатқандарың ғана біздің Дудың ұнайды. Әйтпесе бәріңді қырып салуға шамамыз жетеді. Сендерді ішке қарай өткізуге болады, бірақ шартымыз бар. Күні-түні шекара бағып қашқындарды тосу оңай дейсіңдер ме? Біздің де тыныштығымызды алып біттіңдер. Деп тоқтады. Біз ешқандай бұзықтардан емеспіз. Өкімет бұзылды. Қара қазан қатын баланың амандығы үшін елден босып келеміз. Қысылған жанға араша болып, іргеңнен орын берулеріңді тілеп келдік. Онда шартыңды айтпастық. Деді басшымыз, одан басқа жол жоқ болатын. Ендіше орындарыңнан қозғалмайсыңдар. Біздің адамдар керегімізді жиыстырып алғанша тыпыр етпейсіңдер. Сендер бәрібір өздерің бере қоймассың. Орыстан алып қашып келе жатқан алтындарың мен асылдарыңды түгін қалдырмай қолымызға салыңдар. Ол осыны айтты да қасындағыларға иек қақты. Олардың бұл апталауға, озбырлыққа дәніккен жуан жұдырық, оспадар бірнешеуі аттарынан қарғып түсіп бізге жақындады. Көшті аралап ат көлігімізге, түр түсімізге, бас аяғымызға қадағалап, қарап шыққан олар өзара моңғолшалап құлдырласып алды да ең бірінші ат шылбырына жармасты. Бермесімізге қоймай астымыздағы аттың 10 шақтысын шетке шығарып аналардың қолына ұстатты. Онан екінші рет қайта келіп жаңғалта қойны қоншымызға қол салып, қолға ілінетін керектінің түгін қоймай қидай сыпырды. Үстіміздегі жөнді киімдерімізді де шешкізіп, жүнін жылған тауықтай етіп сорлатты. Үшінші рет әйелдер жағына ойысып, қолындағы күміс білезік, мойнындағы моншақ маржанын, құлағындағы алтын сырғаларын бергенін, қолынан, бермегенін құлақтарынан жырып, жұлып алып жатты. Осы тұста ерлер жаға бір қозғалып барып дүрлігісіп қалып еді, моңғолдар жағынан шақыр-шұқыр мылтық шақпақтары қайырылып, қатты ақырып, қоқан-лоқы көрсетіле бастаған соң, топбашымыз қолын көтеріп, «Сабыр» деді, даусы дірілдеп. Алғандарын уыстап апарып, басшыларына беріп, оған жақындап барған бірі бір нәрсені айтып, біз жақты көрсетіп жатты. Анау жуан моңғолда ат үстінде бір қозғалып басын изеді. Үрпе-шүрпеміз шыққан біздер енді не істер екен деп, іштей тынып қобалжып тұрғанбыз. Моңғолдың аюдай өктем даусы гүр етті. Енді бір шарт бар. Араларыңнан бір қызға көзіміз түсіп отыр. Қазақ қалмақ киіз туырлық дегенді білесіңдер. Қазақтар судың түбін шым бекітеді,
даудың түбін қыз бекітеді деуші еді ғой. Ендігі жерде құда болайық. Бізге бір қыз берсеңдер, жолдарың ашылады, өтіп кетесіңдер. Бермесеңдер, қазір-ақ қырып тастаймыз. Болмаса қайтадан айдап отырып, орыстарға тапсырып береміз. Міне, қиын жері осы болды. Атты алып жаяу қалдырғанда, дүниені алып тонағанда, қыз келіндердің іші кейлерін сыпырып қолы басын жалаңаштағанда, дымын шығармай тұрған еркектер дәл мынадай озбырлыққа келгенде шыдамады. Әр тұстан одағай дауыстары шыға бастады. Әй, мұнысы несі? Осындай да сұмдық бола ма? Сүйегімізді қорлата алмаймыз деген үндер тасқын судай гүрілдеп кетті. Егер келіспесеңдер, өз обалдарың өздеріңе, сүйектерің ит пен құсқа жем болып, далада шашылып қаласыңдар. Әй бастық, сен әліңнен асып барасың, мейманаң тасып тұр екен. Біз қашқын мүсәпірміз, сен бұл жердің қожасы болып тұрсың, судың да сұрауы бар. Бұлай қорлауға болмайды, буынсыз жерден пышақ салып тұрсың. Еркек тоқты құрбандық, Құдай бергенін алса да, берерін алмасын, айт қалауыңды, деді. Жаны қиналып тұрса да шұрқыраған көген көздердің тағдырына алаңдаған атамыз. Түрі сұрланып, бір бекінге келгенде ерінің қатты тістеген күйі жуан моңғолды ішіп жеп барады. Моңғол қасындағы бәлеге иек қағып, сұқ саусағын шошайтты. Ол лып етіп, адымдай басып топтар алап келіп, үлкен үйдің бой жетіп отырған қызының білегінен шап берді. Ол денесіне шоқ түскендей бір бұлқынып, орнынан секіріп барып анасына тығылды. Қасқыр тартқан лақтай болған сорлының құлындағы дауысы шықты. Үлкен кіші мұнда тұрғандардың зығырдағаны қайнамағаны жоқ. Әй, бүйтіп тірі қалғаны құрысын, ақсақал рұқсат етіңізші, жастығымызды ала жатамыз, мына кәпірлер масқаралап тұр деген зор дауыстар тұс-тұстан жамырады. Топ ішіндегі қызды ұстап тұрған моңғолға дебейлеп жетіп келушілер де көрінді. Осы тұста қыз ағасы қалмақты жағасынан ала түсті де, көзді ашып жұмғанша көтеріп алып жерге бұрқ еткізіп, алқымына ашып өрідей қадалды. Тарс еткен мылтық даусымен бірге есіл ер қалмақтың үстіне еңкейіп құлап бара жатты. Бет аузын қан жауып кеткен қалмақ үстіндегі өлі денені аударып тастап тұрып келе жатты. Әпсетте болған жағдай қасіретпен аяқталды. Жұрт сілтідей тынды. Әй қызым, сен бәрін көріп біліп отырсың. Бізде қарманар қауқар жоқ. Бір ұру ел тығырыққа тіреліп күйіп тұрмыз. Ендігі сөз сенен, мынау ел жұртыңа, шырылдаған сәбиге арадан түсе аласың ба? Деді, түк шарасы қалмаған атамыз. Екі жақта үнсіз, іштей тынған тыныштық. Ұзақ ойланып, ырғалып жарғалып отыратын кез емес. Аттың жалы түйенің қолында не істеуге болады? Қарсы алдыларында қан дауыс қара мылтық өлім тілеп өңмеңдеп тұр. Әуелі қатты шошқан бейшара қыз мынадай сөзден кейін өзін тоқтатып, бойын тіктеді. Кешелі бері қияметтің қыл көпірін көріп келе жатқандықтан есін тез жиды. Әй қалмақ, сен уәде бер. Мені алып қалсаңдар, мына елді аман жібересіңдер ме? Иә, айтқаным айтқан, аман сау жібереміз. Қотырқайға барама, аттың тауынан асып кетеме, іледен ар өтеме, қалаулары білсін, жол ашық. Онда мен міне шықтым. Ал ағайын, туыстар, қайтейін. Құдай басқа салған соң шара жоқ. Көндім. Менің басым құрбандық болсын. Есесінде сендер аман болыңдар. Қош, сау болыңдар, деді батылданып. Білегінен әл айырылмай ұстап тұрған моңғолдың қолын қағып жіберіп, өз алдыға түсті. Қалмақтар кезеген мылтықтарын сүріп бір шетке қысты. 3-4 еркек қанға шыланып, құлап жатқан азаматтың денесін киізге орап көлікке өңгерді. Бұлап талаудан қалған арық тұрағаттарға мініп, өгізге 2-3 мінгескен топ демдеріне тұншығып ауыр қозғалды. Қыз анасының
қыстыға жылаған дауысы сай сүйекті сырқыратып, даланы басына көтеріп, зарлап барады. Әйелдерден жыламаған, ақыле-бүкілемеген пенде қалмады. Еркектер атамыздың лебізінен соң жұмған ауыздарын ашқан жоқ. Бәрде жүректері өртеніп, намысы тапталап тұншырап барады. Тағы да 2-3 күн жол жүріп, Моңғол көренің орталығы Ламажу деген бұтқана салынған қалашыққа келіп тірелдік. Онда да ақсақалымыздың айтуы бойынша әр тұсқа бытырап өмір сүруге тура келді. Бізге дейін келіп орналасқан қашқындардың біразы азда болса еш жиып, етек жауып орныға бастапты. 3 күннен кейін көрге де үйренесің демей ме? Туыс туған нағашы жиендерді іздеп аңыз аңдадық. Біреу-біреуге таныстырып қалмақтың, ұйғырдың малына жалданып жан сақтауға кірістік. Шекарадан өткенде түгімізді қоймай сыпырып алғандықтан соқа басымыздан бөлек қолымызда тіс шұқитын шиде қалмаған болатын. Өлтіремін деген біреу, өлтірмеймін деген Құдай деп, үстімізге ескі құсқы болса да бірнеме тауып киіп күндікке тұрып, күнімізді көре бастадық. Жас кезіміз. Арамызда әлі бала жоқ. Денсаулығымыздың арқасында өзімізге ең қолайлы мал бағуға бел будық. Таныстарымыз сол кездегі ағайынды байлары Әршін ақын, Шәмшін ақын деген ұйғырға малшы керек екенін айтқан соң, Рахымберді байдың үйіне барып сөйлесті. Мал басы лықсып өсіп тұрған байға шынымен малшы өте қажет болып тұрған екен. 2 сөзге келмей келісіпті. Әршін ақынның малын бағатын болдық. Арадағы алым берім еңбек ақысына тоқтап, Рахымберді үйге қуанып келді. Мерзімді күні келгенде малын өткізіп алдық. Ұсақ малын басқалар бағып жатқан соң, бізге тигені сиыр мен жылқы, ірі қара малы болды. Әршін ақының мал үшін еленіп алған қыстауы, жазда жайлауы бар. Ешкімге көз түрткі болмаймыз, жер су мен өрісті өзі шешіп отырады. Малын жоғалтпай қарап, ет құсқа жем қылмасақ болды. Қалған ауру сырқау жазатайым өлген жүткеніне көзін жеткізіп айтып отырсақ, мойнымызға ілмейтін болды. Жас болсақ та басымыздан не сұмдықтар өтіп ерте сейдік. Мал бағу ата кәсібіміз болғандықтан қорқынышты болған жоқ. Әршін ақында жаман адам емес, анау-мынау ұсақшалдыққа бармай керек кезінде келіп, тапсырмасын беріп, қажетін алып қайтады. Рахымберді жасынан жетімдіктің тағдырын көп көрген, тесік өкпе, еңбекшіл, момын адам болды. Кісі баласына арамдық ойлап, қулық жасамайтын. Осы жағын жақсы байқаған байдың сенімі нығайып, алаң азайды. Келген сайын еңбек ақымыздан бөлек шәй тұзын, қан кәмпитін де келетін, тіпті бала шағасынан қалған киім-кешектерді де беретін. Несі бар? Мал баққан адамға соның бәрі керек. Сөйтіп бірер жылды өткіздік. Аузымыз аққа жетіп, сәлде болса да өткеніміздің азабы шәйіліп, көңіліміз орнығып қалды. Бай ірі қараның төлімен санасса да, сүт маймен жұмысы болмады. Жазда туған биелерді жуастып, желге құлынды тұқыртып, бие байлап қымыз аштық. Сиырларды сауып, сүт пісіріп қаймақ алып, май шайқап қарынға салып, қысқа азығымызды ажыраттық. Бай келген сайын алдына қымыз қойып, сары май салып, сүтті шайымызды құйған сайын мұрнынан күліп, риза болатын. Тіпті кейде туыстарын, достарын ертіп келіп ет жеп, қымыз ішіп аттанатын. Несібелі апа өлгісіндей әңгімесін жалғай берді. Әршін ақын деген байдың малын бағып жүрген кезіндегі бір оқиғаны ойына түсірген екен. Сөйтіп жүргенде аяқ астынан бір қырсық сап ете түсті. Бәле қайдан жала қайдан дейтін емес. Ол да Алланың сынағы шығар, басымыз дауға. Бағып отырған малымыздан семіз болған дөнен өгіз ұшты күйлі жоғалды. Көзден таса қылмай қарап жүрген бір түнде ғайып болды. Қаңғып кететін бұқа емес. Өрістен келген мал қайда барады. Қасқырдан аман екен анық, құла бөлетін қыс емес күздің кезі. Малдың әбден семірген шағы не де болса қолды болғаны белгілі. Рахымберді болғанда етіп Әршін ақынға барып айтты. Ол да пенде. Жоқта базарға шығарайын деп отырғамын, екеуміздің келісіміміз бар. Жоғалған малға кешірім жасамайым. Ол сенің 1 жылдық еңбек ақың, басқа сөз жоқ, төлейсің депті. Бізге де оңай дейсің бе? 1 жыл бойы аш отырғанмен бірдей. Еткен еңбек, төккен тер далаға кетті деген осы.
Байеке, малыңызды жәп жақсы қарап жүргенмін. Менен болмағанын өзіңіз де біліп отырсыз. Сол күндері осы ауданда шығаннан шыққан ұры Бабаханды қырдан көзім шалып еді. Айналадағы соттанғандардың тіл көзде өтіп кетті-ау деймін. Байдың малын бағып шірпіте қалған мынаның әуселесін көрейін деген болуға тиіс. Онда қалысқа түсесің бе? Күдіктенген кісіңнің үстінен арызданасың ба? Депті бай. Нар тәуекел, арызданамын. Босқа күйгенше өзімді дәлелдейін. Мақұл ендеше, мен арыз жазып берейін. Сен қолыңды қой, жоғарыға тапсырамыз. Өзіне сенімді Рахымберді қағазға қол қойып беріп, бір тәуекелге бел болды. Жергілікті тергеушілер қанша сұрап тексерсе де, әккі Бабаханды мойындата алмады. Дәлел дәйексіз, ешбір куәсіз тергеушінің де шарасы таусылып, бұл мәселені ақсақалдар арасында өздерің бітіріңдер деп сырғытып тастады. Рахымберді де бастаған ісін жолда қалдырмай, 5 қарияның алдына жүгініп, ұрының сөзсіз Бабахан екенінен танбады. Ұйғыр мен қазақтың қариялары ақылдаса келе, жан беру арқылы анықтауға келісіпті. Сол күні қариялар Рахымберді мен Бабаханды бейіт басына шақырып, алдын ала қазылып, көр даярланып қойылыпты. Көр болғанда да кәдімгі өлген кісіні қоятын ақымы ашылған шынайы қабір екен. Үкім мынау. Арызданушы Рахымберді алдымен мынау қазылған көрге түсіп жатады. Бір сүт пісірім уақыт күтеміз, айтқан ақ болса аман шығады, ісі қара болса жатқан жерінен тұрмайды. Ал онан соң күдікті Бабаханды жатқызамыз, ол өзгенің малын алмаса аман шығады, момынды зар жылатқаны рас болса, сол жерде тіл тартпай кетеді. Рахымберді дәретін алып, бір құдайға тәуекел етіп, қариялардың алдына келеді. Жергілікті молданың пәтуасы бойынша тірі адамның жаназасын шығарыпты. Сонан соң, бісміллә, бәрін көріп тұрған Алла, өзіңе тәуекел еттім деп қабірге түсіп, аяқ қолын созып ұзыннан жатады. Айтқанындай, сүт пісірім уақыт толып қаза, әй Рахымберді. Тірі болсаң тұр орныңнан дейді. Рахымберді, я Алла деп орнынан тұрып көрден шығыпты. Одан соң, ал Бабахан ендігі кезек сенікі дегенде, бейшара ұры жер шұқып орнынан қозғала алмай қалған. Мың жерден заңды айналып өтіп, теңдік бермесе де, бәрін көріп тұрған Құдайдың алдында тәуекелге бара алмай, мысық үрейді. Мынау көрге жатса, орнынан қайта тұрмай қалатыны ол жақсы білет. Жерден шыққандай құмыққан дауыспен: әршін ақын ұрым мен едім. Алған малдың басына қосақ, артына тіркеу беріп айыбын мен төлей, мынау көрге әзірше түскім келмейді дейді, мойнына су кетіп. Осылайша ұрлықтың дауы шешіліп, Рахымберді ақталып шықты. Тіршілік деген қызық қой. Бірде қайғы қасіретін арқалатады, бірде қуандырады. Тіпті таңғыл жол жоқ. Сөйтіп жүргенде Құдай бізге перзент нәсіп етіп, 1936 жылы жазда қызды болдық. Қуанышымызда шек болмады. Бейтаныс өлке, беймәлім елге келіп, тірлігіміз түзеліп, жан бағып жатқанда, сәбилі болып қағанағымыз, қарық сағанағымыз сарық болды дейтіндей күй кештік. Қызымыз бір жасқа келіп, оңы мен солына талпынып, бұлдар-бұлдар дыбыс шығарып жүргенде үйге Моншаға апай келді. Сендерді адам етіп, бастарыңа үй тігіп, бауырыңа қазан асып берген біз болатынбыз. Мынау шек өкпені алғалы келдім. Балам жалғыз, артынан ерсін. Керек болса, тағы да туып аларсыңдар деді турасынан. Бұл кісінің бұлайынша қатты кететіндей себебі, Рахымбердінің әкесі жастай қайтыс болып, жесір қалған шешесін қазақтың әмеңгерлік жолымен бір ағайыны алып, балалар жетім қылады. Шешелерінің басы сыйса да ол жерге екі ұлдың басы сыймай, туыстардың іргесін паналап, жетімдіктің күйін кешеді. Сол кезде көбінде осы босағада жүргені рас болатын. Жесірін қаңғытпаған, жетімін жылатпаған деген тәмсіл дұрыс болса да, кейбір еркектер төмен етекті әйелді әмеңгерлік етіп алғанмен, мойындағы көптеген жауапкершіліктерді тәрк етіп кете беретінін көріп жүрміз. Әйтпесе әкеден қалған екі жетім қаны бір туысы болған өгей әкенің құшағына сыюға тиіс еді.
Сол сыртқа тебудің салдарынан Рахымбердінің бірге туған інісі жетімдер үйіне әкетіліп, Алматыда қалды. Анау жылдары ел үркіп, қаша көшкенде оған қарайлап істеген пенде болған жоқ. Іздерексіз, сұраусыз жағдайда кетті. Ал естияр болып қалған Рахымберді момындығының, еңбекқорлығының арқасында ағайынның малын бағып, отынын тасып ер жетіпті. Енді міне сол туыс деген Моншақ апа өктемдік таныта өтініш емес, өкім жасап отыр. Апа, айтқаныңыз дұрыс қой. Дегенмен өзіңіз білесіз, біз үйленіп қанша жылдан кейін осы бір шик өкпеге зорға жетіп едік. Кішкене қатайсын, Құдай беріп жатса, келесі баламызды өзіміз-ақ бауырыңызға салайық. Деді Рахымберді. Сұрланып, тысырайып алған Моншақ апа қаталдығын онан сайын үдете түсіп, мен сендермен ақылдаса келгем жоқ. Берсең қолыңнан алам, бермесең жолыңнан алам. Сорлы жетім, саған тіл шығайын деген екен. Ал несібелі, тыңда, сенің де әуселіңді білем. Партырғағың, сәбетте қалған кімге арқаланып отырсың? Оттама әкелі қызды деді, жұлқынып келіп қолымнан жұлып алып, шырылдаған балаға жылаған маған қарамай үйден шыға жөнелді. Жүрегім жылынып, жаным шыққандай шыққындым. Ол заманда бұл заман анасының омырауындағы емізіп отырған сәбиін тартып алу деген сұмдық емес пе? Не жазығымыз бар? Мыналарда адам бол, отбасына сәби келді деп бау берік болсын айтудың орнына қанжар мен шабақтағандай іс жасады. Міне, жетімін жылатпайтын елдің бір кемпірі. Есім ауып құлап қалыппын. Қанша жылап, қанша жатқанымды білмеймін. Бір кезде басымды көтеріп, айналама қарасам, үй аңқай-таңқай, бұрыш-бұрышта боран ұлып тұр. Рахымберді үйде жоқ, шамасы малға кеткен болу керек. Ептеп басып далаға шықтым, жүрегім тілім. Өмірден түңіліп өксіп тұрып жыладым. Көзімнен жасты шықпай, тастай болып қатып қалыпты. Өзегім өртеніп, өмірім күл-талқан болып. Мынау үй емес, мола секілді көрініп, бетім ауған бір жаққа жүріп кеттім. Көзіме ештеңе көрінбеді. Күрсілдерім әлпей басып жүре бердім. Айнала тастай қараңғы, қорқыныш атаулының бәрін ұмыттым. Жарым түн бе, таң атары шақ па ажырата алмадым. Бір кезде есім ауып, талықсып, барып құлағанымды білем. Бәрін кейін білдім. Малдан келген Рахымберді менің жоқ екенімді көріп, жан-жаққа шар құрып іздепті. 2 күн дегенде өлі мен тірінің арасында айдалада жатқан жерімнен тауып алып, 1 апта емдетіп молдаға дем салдырып, жаны қалмай жүгірген көрінеді. 10 күн дегенде орнынан тұрдым. Тірі қалғаным шын болса да өлген адам секілдімін. Мынау жарық шалғанның ешбір қызығы қалмады. Менің мына түрімнен қатты қорыққан Рахымберді Әршін ақынға айтып малын өткізіп берді. Ауылдағы алым берімін бітіріп, шаруаларын реттеді де, 1-ақ күнде мені ертіп алып, Құлжаға тартты да кетті. Ол да туыстарына қатты ренжігені белгілі. Оның үстіне, мұнда тұра берсе менің Моншақ апаны қызымызды көруімнен алаңдап, алысқа кеткісі келген болу керек. Бас аман болса, 2 қолға бір жұмыс табылады деді, жолға шықтық. Кетерімізде ол Әршін ақынның үйіне барып жөнін айтып, Құлжаға барып кімнің малын бақсам жөн болар деп сұрапты. Ол да қолынан келгенше жөн сілтеп, саудагер досына хат жазып берді. Біз өзіміз бұрын соңды болмаған қалаға келіп, зорға дегенде саудагер ұйғырды тауып, Әршін ақынның хатын бердік. Ол оқып шығып, маған малшы өте қажет болып тұр еді. Сендерді алайын, еңбек ақыларың осылай, шартымыз былай деп жақсылап түсіндірді. Құлжа қалалы жер болғандықтан, оның сауда дүкендері осында болғанмен, малы Сайрам көлінің жағасында екен. Онсыз да барар жері басар тауымыз жоқ. Біз бәріне келістік. 1 күннен соң бай бізді ара қонып, Талқының тауынан асып, Сайрамдағы малына жеткізді.